Нұр-Сұлтан қаласы Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен және Вайнақ шешен-ингуш этномәдени орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп жатыр. Лобзар деген халық салт дәстүрлі мереке өтіп жатыр. Осы мерекеге Вайнақ шешен-ингуш орталығының мүшелері, оның ішінде жастар, шығармашылық ұйымдарының мүшелері қатысуда. Бұл Лобзар деген бұрыннан келе жатқан үлкен мереке. Бұл мереке салт дәстүрге байланысты. Представители около 15 наций в нашем ансамбле работают, учатся, занимаются. Очень много молодых мальчиков казахской национальности. Им нравится наша культура, нравятся наши танцы. И мы с удовольствием рады видеть их вместе с нами. 30-летию независимости нашей страны желаем успехов, благополучия, чистого неба, мира и согласия в нашем обществе.